Онда келістік қой, То есть, мынау Talk About Studio'да аралар бар. Осыдан кейінгі кететін слайдтардың осы жерде түсініп кетеміз. Аты не үшін ара деген сияқты. Меніңше тақырыпты не істеген дұрыс сияқты. Көрсеткен дұрыс сияқты. Мысалы, 2 нүкте осындай тақырып, и үстінде иллюстрация тұрады. И артынан андай не сақтап болады. Не ма? Соны толып тұра ма? Көп таяқтар сақтап болады. Сұрақтың жасалуына, дүниеге келуіне бірінші Алла септігін тигізсе, екіншіден блендер септігін тигізді деп айтуға болады. Өткенде Бәке Тон Розенталмен кездескен кезде ондай бір сөз айтты да. No blender, no ара студиясы деді. Расымен де қарап тұрсаңыз, блендер болмаса, бәлкім ара студиясы қазіргі деңгейдегідей болмас па еді. Біз өзіміздің өнімімізді, жалпы шырақты, басқа да өнімдерді осы блендерде жасағандықтан, блендердің аудиториясына өзімізді таныстыру, олармен етене жақын танысу маңызды болды. Сол себепті bcon'ды таңдадық. Счастливый билет. So, what is the purpose of your visit? Осы төртші қабатта Амстердамдық халықпен соның арасында ойнатамыз. Руки в ожидании, деп пойму. Дауыс бәрі жазылып жатыр. Бүгін біз блендер конға бара жатырмыз. 2-ші күн. Мұны байқағандарыңыздай Нұрбек мырза Алаштың ардақты зиялылар сияқты киініп алған. Машалла. Супер. Сол, бүгін Нұрбек мырза. Sorry, біз Нұрбектің қасында неміз ғой, бодигард. Бодигард менде сүр жүріңізші. Мен настоящий бодигард болған. Я не настоящий, да? Бүгін біз енді 2-ші күндегі конференцияға бара жатырмыз. Бүгін менің нем болады, топ болады. Бірақ сәл кішкене где-то бір 5% не бар, мандраж бар кішкене. Бір Құдайға сенеміз. Құдай бізге аузымызға жақсы сөз салып берсін. Сәтті өтсін. Еліміз туралы жақсы неде қалсын. Вкуста дейді ғой. Қазақстан мынандай екен ғой деген сияқты. Сондай мақсатта сөйлейін деп жатырмыз.
негізінен жаман болатындай ешқандай несі жоқ сияқты, бәрі сәтті өтеді деп сенемін. Иә, солай. bcon дегеніміз Blender конференц деп аталып, толық айтсақ. Ол конференцияда осы бағдарламаны қолданатын түрлі мамандар жиналады. Оның ішінде анимациялық студиялар да болуы мүмкін, жеке бас аниматорлар болуы мүмкін, немесе тек қана анимацияға қатысты емес, шейдинг, моделинг, ригингқа қатысты. Жалпы осы Blender бағдарламасын жиі қолданатын, Blenderдің көмегімен өз шығармашылығын іске асырып жүрген, тіпті девелопер дейді ғой, яғни бағдарламаны жақсартушы программисттер де бар. Солардың бас қосатын жиыны bcon, яғни Blender конференц деп аталады. Спайдер өрттен шығыватқан адамдар. Давайте комментарий айтыңыз. Жаңа айттым. Өшпін. Міне театр деген залынан қазір адамдар шығып жатыр. Өте қызықты әңгіме болды. Соның ішінде зал өте толық болды. Біз әрең орын таптық, соңынан кіріп. Yeah, tomorrow also. This one is first. But this one from the boy or the animator? Three of them. Three people, the animator. And tomorrow will be the 14-year-old kids who made the Lego Spider. Which one? I didn't find it. I was looking for which one. Well, I thought it was today. No? I was thinking it was today. I don't know the schedule by heart. It's in the theater. Тон Розендаль өзінің сұхбаттарында әрдайым өнер деген ол коммерция емес, өнер деген ол бірінші кезекте ол бостандық, ол адамның осы өмірге өзінің бір идеясын, пікірін қалдыратын бір құрал деп өте өзі соған берік, сөйтіп санайды. Және бұл құрал тегін болу керек деп санайды. Адамдарға қай жақта болса да, қандай елде болса да, барлығында бірдей мүмкіндіктер болу керек деп ше. И құралдан бұрын олар үйретумен де айналысады. Өздерінің сайттарында, ютубтарында сол блендерге қатысты, өнерге қатысты, анимация, суретке қатысты сабақтарын өздері де жасайды. Негізі біздің студиямызда да ұқсас негізі ше, сол құндылықтар негізі. Өйткені бізде бірінші орынға білімді қоямыз. Өйткені білім болмай ешбір ел өркендеп дамымайды. Бейбітшілік, жаңа ауызбіршілік аз болады ондай мемлекеттерде, ұжымдарда, топтарда деп айтсақ та болады. Сол үшін бір-бірімізді осылай білімге махаббатты, құштарлықты ояту керекпіз деп санаймыз. And this is also my first talk in English, and I will need your support. Yeah, so Яна жерде адамдар my шапалақ talk деп бастады. is about Мен де былай түсіріп қарап тұрмын да, негізі распен де үлкен жетістік қой деймін да. Ана жердегі адамдардың қол шапалақтағаны, жаңағы толықтың ішінде болған бір кішігірім әзілдерге күліп отырғаны, немесе керісінше бастан өткізген қиындықтар туралы айтқан кезде олардың да сол қиындықты сезініп отырғаны үлкен әсер қалдырды. But we're studio from Kazakhstan, actually. We're from Kazakhstan, and we traveled all the way here to present you my talk. And if you, for those who don't know where the Kazakhstan is located, it's located right in the center of the Eurasia,
where we have Russian beer. Бәрібір Жапон туралы сұрады. Сендердің киімдерің қандай күшті деп. Бір жігіт айтады, сендер жапонсыңдар ма дейді. Жоқ десек. Үстіңе киіп алғаның кимоно сияқты ғой дейді. Самурайлардың кимонолары бар ғой. Жа біз Қазақстаннан келдік деп, сосын жаңа Қазақстан туралы айтып бердік. Сосын кейбір өзіміз үшін жаңағы маңызы бар деп ойлаған адамдарға Қазақстан шоколадын таратып жүрдік сол жерде. Оның үстіне жаңағы біздің концепт артистіміз Димаштың салған әдемі шырақтың суреттерін тараттық күшті. Сол себепті мен ойлаймын, әдемі әсер қалдырдық. Себебі мүмкіндігінше тырыстық. Әсіресе ол Бақытжаннан байқалады. Сөйлескенде өзіміз туралы айтуға, қазақ елі туралы айтуға, өзіміздің шығармашылығымыз туралы айтуға. Енді ойлаңызшы, мысалы, бір әңгімені қайта айта беруде оңай емес қой, мысалы. Бір жақсы күшті бір бұрынғы ютубта көріп жүрген бір менторды көріп қалады да, барады да оған Қазақстан туралы айтады. Бір 5-10 минут өтеді, мына жақтан тағы біреуді кездестіріп қалады да, оған тағы да Қазақстан туралы айтады, мысалы. Біз Sony Pictures'та, яғни Spider-Verse'та жұмыс істеген бір Шерон деген Қытай қызбен сөйлестік. Басында жігіттер ағылшынша сөйлескен тұғын Шеронмен. Әңгіме деген күшті кетіп жатыр, жаңа Шерон да күліп жатыр, біздің жігіттер де күліп жатыр. Шерон негізі кәріс қызына ұқсайды екен. Сосын біз оны кәріс деп ойлап отырдық. Кейін Нұрбек сұрайды ғой, сен ұлтың кім деген сияқты. Нұрбек пе деп әкем ұмытып қалдым, бірақ сол жерде жігіттердің біреуі сұрады. Сол ол Қытаймын деп айтты. Бізде Нұрбек қытайша біледі ғой. Қытайша жерді әңгіме. Анау Шерон, сен қытайша білесің, екеуі қытайша сөйлесіп кетті да. Біз бәке екеуміз отырмыз, бір-бірімізге қарайды. Mag ik zo eentje? Мне кажется, мынау более аутентик, да? Танымал ма? Иә, танымал. Ладно, анушкасын. Жоқ, егер ұнаса алыңыз өзіңіз. Ракет. Je kent allemaal. Dat is goed. And I say it is okay. You have enjoyed your conference. I know you must pay for extra for the tour. But I have to say, we have sold enough tickets, so I give the rest to you. So enjoy it. Thank you. We feel Because I was so busy and it was still in my inbox and I forgot it all. And yesterday I saw it and I think, let it go. We have this year we don't lose money for you. Thanks a lot. Wow. Thank you. What a gift. Thank you. Thank you so much. Wish you best of luck. Yeah, same to you. Enjoy today. Yeah. Nice lesson. I enjoy your home. Yeah, I like that. Yeah. Is that that's your country? Yeah. National codes. Yeah, they're really, really nice. Really nice. See you next year. See you next year. Thank you. This is all for our studio members. Thank you. Бұл сенің ортаң ғой. Яғни бұл жерде ең басты нәрсе, біз кейде ұмытып кете береміз. Ол кісілердің ұлты басқа болғанымен, басқа тілде сөйлегенімен, басқа мәдениеттің адамы болғанымен, мақсаты, қызығушылығы сенімен бір дейді. Конференцияға келген адамдарды біріктіретін нәрсе ол өнерді ортақ. Яғни біз бәріміз бір өнерге қызығамыз. Егер адам өскісі келсе, сол өзінің өнерін бағалай алатын, өзінің өнерін түсінетін, мүдделес мақсаттас адамдармен бірге араласқан, ең болмаса танысып араласқан ең аз дегенде де
өте маңызды. Себебі ол орта. Жаңа таныстық, жаңа орта, ол жаңа мүмкіндіктер. This is our current team. We have like 23 people working in our studio. But back then we had only like 7 to 12 members of the team. And this is what glued us together. These were our core principles and mission. Our principles were benefit to society. We have to do something good and share it with everyone. And the cleanliness, it means our work should be done with a clean heart. We should do everything from what we feel. And the unity, it means we have to be together in this. Even if it's hard or it's not so hard, we have to be sticking together. And hard work and professionalism. And our mission was to make, not was, but still is, to make very helpful projects that can move society. Ал жігіттер, қандай сезімдесіздер? Осы жерден прямой көрсетіп өтсеңіз. Вау емес. Біздің офис сияқты жер ғой. Іште басқаша шығар көрген кезде. Жәке, сіз не ойлайсыз? Жалпы Ерекше? Қандай сезімде тұрсыз? ерекше бір сезімде тұрмыз. Өйткені мына жақта біз видеодан көретін, бүкіл офисті таныстырып шыққан Розендалдың нелері, видеолары алдыға көзінің алдына келіп елестеп жатыр. Жалпы адамнан басқа көп заттар көрінбейді. Енді турға көрейік, бір-бірден кіріп жатырмыз, бір-бірден дегенде где-то 10 шақты адамнан келе жатыр, кажется. Содан енді таныстыратын шығар ішке қарай. Әрқайсысын орындады. You know Eevee, the render engine? Yeah. This is the Eevee that gave the name to the Eevee render engine. Oh, I was wondering. One day Tom was in my desk, we were talking about the viewport renderer, and like, oh, we need a name for that. Clément was the one developing that part, I was helping coordinating it. 2017 already, and like, we need a name. What's the name of this? Oh, it's Eevee. Like, okay, so let's call Eevee, and like maybe we can find can be even try to have a word for each of the letters, but honestly that's why I have Eevee. Біз өткен жылы кімге Пабло Васкесті көрдік деп айттым ғой жаңа, сол кісіге
мындай Қазақстанның картасы және QAZ'дің жаңағы несін беріп жіберген тұғымыз магнитін жабыстырып қойшы деп. Біз енді кіре алмаймыз ғой деп. Ол кісі шынымен жабыстырып қойыпты, тұр екен. Барып, сол көзімізге оттай ыстық болып көрінді анау. Сол мәз болып. Кірген кезде новаторский дух сезіледі. Ауада, атмосферада бір андай табандылық, одан кейін жаңашылдыққа талпыну, сосын қандай да қиындық алдында тұрмасын, оны жеңе білу, ауызбіршілік деген сияқты бір принциптардың несі аңқып тұрды кәдімгі иісі. Сол жаңағы әр қандай маманмен сөйлессең де блендердағы солар сезіледі. Яғни олар бір жанұя отбасы сияқты. Қазір бізге тышқанды жеңу абайландар! Бірдеңе істейді. Қансаққа шыдамайды. Тышқан соққыға дайындалып жатыр. Мына қаңылтыр мысықты да алып кетейін. Stop. Okay, this is the project called Solar Cats. I want to mention that this was made possible by the Dylan Goose Goo engine. Thank you. Thank you for making this project possible. And these shaders are all from there. And this, let me premise this project. It's about, if in short, this is about the battle of the clean ecology comparing to the not so clean ecology, energy, I would say. So these guys are for clean energy, and this is our family of 5, and they have some internal and external struggles. And if their internal struggles was big and they don't agree with each other, their robot just gets kind of like crazy, like you've seen in the short teaser, I would say. So they have to be united to fight properly. В общем, жаңағына Нұрбек өзінің презентациясын бітірді. Іштен тілеп отырдық, барлығы жақсы өтсін, адамдарға жақсы пайдалы болсын деп. Соткамен не істеп отырмыз, лайфқа шығып, Инстаграмға елден тікелей көрсін деп. Басында кішкене андай не дейді, скучный сияқты болды, бірақ кейін адамдар өздері қосылып, қолдау көрсетті. Соңында кульминациямен бітті ғой, біздің жаңа жобамыз. Кішкене тизер жасадық, бүкіл әлемге десек болады. Иә, бүкіл әлемге, өйткені бұл не ғой, паш еттік. Демек біз енді соған жауаптымыз. Енді осы жобаны соңында дейін бітірмей, сезон түсірмей келесі жылы. Тоқтамаймыз. Тоқтамаймыз. Алланың қалауымен, қуатымен. И Нұрбек те күшті өзі жақсы әсер алды деп ойлаймыз. Біздің жігіттер мен қыздарға жақсы мысал болды деп ойлаймыз. Сол барымызға осындай жарқын күндер Алла Тағала нәсіп етсін. Енді арман ғой, бұл балалық арман. Армандар орындала берсін. Қазақстанда кездескенше. What we learn to level up. Okay. First of all is trust your team members and trust that someone else can take your work. Like you should delegate, is that the right word? Delegate to the other persons, not take everything to on your shoulder. You should spread the work and do in team. That's why you can progress forward. The next one is every experience in life can be translated to your work. That means you should get out more, you should live your life more, you should treat your family more, and every single moment can be used for your work. And communication is the most important thing in the team. That's for sure. Everyone needs to be on the same page while we're working on the big projects.
you'll unlock your full potential by doing a work that you love. That's what we learned, and we still believe that's correct. But making what you love comes with a price. Like if you are sitting in the office all the time and no one knows you, like your family members don't know you, like you get some kind of disconnection of the reality. So you have to pay that price. I mean, that doesn't mean you have to work every time, like you should focus on your work. No, I mean, you have to spend your time correctly. Like give your time to your family also, like that, I mean. So, в общем, бағана блогердегі жігіттер келді да, не істейді, Қабыл келеді да, Қабыл форумшы айтады, блин, сендер 2D-шный анимацияларың керемет қой, не үшін 2D-да істемедіңдер дейді да. И бағана сол түсініп берді ғой, бізде уақыт болған жоқ, не болған жоқ. Блин, сендер 2D-ның уровеньмен сендер реально бір жерге бара аласыңдар дейді да, прям четко шыққан дейді да, 2D-шныйға шырақтағы 2D тесттарды айтып жатыр да. Моушындары бәрі сезіледі, өте керемет жасаған. То есть 3D тоже керемет шыққан дейді да, бірақ 2D-ның филі басқаша болып шыққан дейді да. Қозғалыстарың өте керемет сезіледі дейді. 3D-да жаман емес, визуал күшті, анимациясы күшті, но мне больше понравилось 2D-шный дейді. Қабыл форумер. Старший брат сияқты. Ой, ол кісі деген, қашан бұрыннан берсек келе жатыр. Big Bug Bunny деген бар еді ғой, семіз. Сол заманнан келе жатқан адам ғой. И келіп құттықтап жатыр да, мә керемет қылып жасадың, рахмет. Андай не анимациялардың керемет екен, жұмыстарың прям супер деп ше. И кім несе кетті? Дилан сыртта тұрған кезде тұрақына екі тұстап. Thank you, that was great. Talk was great, and I'm in love with Solarcast. Супер-дупер деп жатыр да. Ана командасында адамдарда, oh yeah, Solarcast for the win! Деп соны айтып келіп тұрады да. Керемет! Ол Дилан Гулдың өзіне де абырой болған шығар иә? Оның шейдерін қолданып осылай дүние жасап жатыр деген. Прям андай не болып қалды ғой. It was made with QAZ деген сияқты. Деп отырды ғой. Қолын көтерді ғой, мен түсіре алдым. Қолын көтерді ғой? Найс. Адамдар кіріп шығып жатыр, но адамдар саны көп болды деген. Құдайға шүкір. Иә. Мен ойлағам адамдар киносын істейді деп ше. 30 минут болып кетті, но мен әлі де бір тақырыпта тұрдым да, и такой, oh no, тездету керек деген сияқты. Бірақ айтып не зат көбірек деп болған тағында. Надо кап и не тұр, слайдта соны ғана айтып, соны түсіндіріп, жоқ, тема айттыңыз, жақсы шықты. В общем, нұрс егерде көріп жатсаң ренжіме, мен ана соңғы жағын дұрыс түсіндіре алмай қойдым. Ана шейдер жағын ше. В общем, нұрс, сен көріп жатсаң, Much love деп қойсаңыз. Much love. Біз өзіміз жайлы айтудан қысылмауымыз керек екен. Біз өзіміздің жасаған жұмысымызға келген кезде қысыламыз, ұяламыз. Жұмыстың жамандығынан ұялмаймыз. Яғни соның жеткілікті деңгейде бағасын беруден қысыламыз да. Негізі біздің жасап жатқан дүниеміз өте үлкен нәрсе. Мысалы, блендерға барғанымыз. Амстердамда ойлаңызшы, Амстердамның төрінде, bcon'да ең алғашқы рет қазақ спикер сөйлеп жатыр да. Қазақ халқының атынан. Қандай дүниемен барып жатырмыз мысалы. Біз құр қол барып жатқан жоқпыз. Біз шырақты жасап бардық. Оған қоса Solarcast'ың трейлерін апарып тұрмыз да. Бірінші пилотный тизерін. Оның бізге беретін зардабы қандай? Біз қанша жерден мықты дүние жасағанымызбен біз туралы ешкім білмесе, естімесе, ол не деген сөз? Ол ешқандай байланыста болмайды, ешқандай тәжірибе алмасуда болмайды, ешқандай жоба, жұмыс, проект болмайды. Неге? Өйткені адамдар сен туралы білмейді. Вау, бұны кім жасады дегенге келген кезде, қой, жаңа ұяламыз да. Қойшы, қарапайым нәрсе ғой, жай нәрсе ғой, жоқ ондай емес негізі. Ең бастысы жүректе ешқандай тәкаппарлық пайда болмау керек. Адам саған тиісті өзің мақтауыңды айтып жатса, оны біз қабылдай алуымыз керек. Наконец-то.
әрине ма? Келіп, балалар, жігіттердің сөзін бір минутта біліп жатырайын да, біз бұзақсыйта қайтамыз деп. Really? Hey, how's it going? Should I take a picture? Yeah, of course. Right in the yeah. I know. You're like celebrity here. Sorry for disturbing you. No. I get pushed into different conversations. I didn't want to interrupt you talking, but it's really a pleasure to meet you because I really look up to you. And I did a talk this year, and this is my first year. And I tried to mimic your style of talk. Oh yes! I'm a big fan of this is more my like day-to-day attire. I have to admit, this is like one time a year. I'm like, okay, let's do this. I wanted to say, I'm really happy that you have a baby, Theo. Congratulations! Thank you. Wow. Unfortunately, not here now. He's resting. Great. So I'm animation director, same as you, and he's director. And I noticed. The producer's like, trying to sell. Would you mind if we show what we have presented on the talk? Yeah, of course. Do you have it there? Or you have like an iPhone? Yeah, we brought it. Yeah. Just want to know your opinion and reaction to the latest our progress in animation. Oh yeah, totally. So what, like, do you guys make commercials? Are you doing like short films, music videos? What? Short films. Yeah. Feature film is not. I know, right? Yeah, mostly short films and a little bit of game, animated series. I already like the color palette. wo ich aber immer sagen muss, 20 Jahre davor haben wir da habe ich gelernt, wie sonst was wie Farben. Oh, nice mix of 2D and 3D. Dude, it's great. I love like, you're doing it on a bit of a mix of ones and twos, right? Yeah, and then we're used in Glue Engine. And it is this like a series that you guys are developing? Yeah. Or yeah. It's like a proof of concept. Yeah, this is the pilot. Yeah. Cool. Just testing out stuff. Yeah. Cliffhanger! How dare you? Well, everyone's doing it, including Spider-Man. So why not? It's true. Why not? I know, right? Oh, dude, it's great. So what do you think? I really like it. This is so beautiful, guys. I really like it. So what is the series called? Was it there in the beginning? Yeah, it's called Solar Cats. It's can I hit play again? Yeah, sure. You can watch as much as you want. Yeah. I also love you guys have some like simplification going on as things are like further away, like try to simplify the shapes and stuff. So like the levels of details are kind of there, but you simplify them. That's fantastic. Well, Wing It was one of the references. Oh, nice. Oh, it's fantastic. We've been following the Wing It and Sprite Ride for a long time. Trying to come up with something similar. Yeah, it's tricky though. It can get really tricky. The villain is fantastic, by the way. Well, the name Qazaq means stinky. Stinky. There we go. So is he, because he has like the light bulb on the nose? Yeah. Is he what do you call it, like an experimental rat or something like a rat that was experimented on? A little bit of that. Yeah. Because he was one of the founders of the city, but some people didn't like his inventions because it included not clean ecology. So he was like rogue for these people.
That's like a little bit of history. Yeah, definitely. How many animators did you use for this? About like six, but Was it not like- full time. Not full time. Yeah. Probably. Was it like 3 senior and 3 junior or something? Was there like a ratio? One lead, Yeah. one lead, and rest are 2 seniors, and rest are mids. Our guys learn from you, from Julian Kasper, from Nathan, from everyone in your studio, that's from developers and artists. So, could you say some hello to our guys, our studio for animation? It means a lot for them. Totally. Oh, it's here. Yes. Hello. Could you say in Kazakh? Yes. Just tell me. Salem. Salem. Yeah, Salem is hello. Yeah. Ara Studios team. Ara Studio team? Yeah, maybe just Ara Studios. Yes. Ara. Yeah. Sorry, I was. It's okay. Here, please. Okay. Salem Ara Studios. And can you add Alga Kazakhstan? Wait, let's say it again. Alga Kazakhstan, which means Alga. go Kazakhstan. Say the first one again. Alga Alga. Kazakhstan. So it's Alga. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Alga. Wait. I screwed it up. I got it, man. I got it. Alga Kazakhstan. Yes. Thank you. Can I have a? Yeah. Thank you. I'm so happy that that stuff like this is being made. It's so cool. Thank you. Well, our mission is complete. Concept artist. Work. Beautiful. I love the line work that's going on. It has like it's really awesome. Please make sure. Did you watch it? I haven't seen it yet. No. I should check it. Yeah. Because on our channel we got 2 short. Yeah. This one. Олар өте қарапайым екен. Өте қарапайым. Тон Розендалдың өзі шамасы келсе негізі көп уақыт бөлуге тырысады. Бірақ енді ана жерде блендер конференция ойлаңызшы. Тон Розендалды көргісі келетін, онымен сөйлескісі келетін адамдарға жетеді. Ол мүмкіндігінше солардың барлығына уақыт бөлуге тырысып жүрді. Олардың жаңағы салты дәстүрі бойынша конференцияның ең соңғы күні олар адамдарды, қонақтарды студияға шақырып, студияның ішімен тур жасатып аралатады екен да студияны. Сол кезде мен бір таңғалған затым, енді таңғалу деп те айтуға келмейтін шығар, бірақ бір ұнаған нәрсе Тон Розендалдың өзі жүріп адамдарға экскурсия жасап жүрді. Бәлкім енді анандай болып көрінетін шығар қазір менің сөзімнен, анандай бір европалықтарды қатты бір ұлықтап атқан сияқты ше. Қазақта сөз бар ғой, ұлық болсаң, кішік бол дейді. Яғни не деген сөз? Қарапайымдылық, кішіпейілділік ол негізі ұлылық болып есептеледі. Адам қаншалықты жерде биік тұрса да, ол ойлаңыз блендердің негізін қалаған адамды. Бүткіл осы қазіргі конференция, әлемдегі қаншама мыңдаған суретшілер, мысалы аниматорлар, біз мысалы да, сол кісінің жасаған мынау туындысы ғой блендер. Соның арқасында біз өз өнерлерімізді тегін жасап жүрміз де. Сөйтіп сондай затты жасаған, сондай аудиториясы бар адам өте қарапайым болып, жаңа келіңіздер, кіріңіздер деп сол жерде блендер студиясын таныстырып жүрді. Сол дәрежеге жеткізген ол кісінің сол қарапайымдылық шығар деп ойлаймын да. Қанша жерден үлкен нәрсе жасап жатса да, суретшілерге үлкен мүмкіндіктер жасап беріп жатса да, қарапайымдылығынан таймайтын кісі екен. Сонысы өте ұнады. Okay, Mr. Tom, using this moment before we leave, we are from Kazakhstan, and we should leave this for you, for your team. Okay? This is Kazakhstan chocolate. Yes. Yeah. Thank you. Thank you very much. Yay. Thank you. Thank you for your Special Kazakhstan recipe. Yes. Yeah. Thank you. I will give it to them tomorrow. Sure. It will be my fault. Say hello to everyone from Kazakhstan and stay safe, stay cool, so humble and big. I mean, you mean a lot for us because if there's no blender, no Ara Studios. Yes. So it's a pleasure. That's why I'm doing this, right? Yeah. Thank you. Thank you so much. See you. Maybe I see you another time, but one little thing. Could you please say hello in Kazakh language? Salim, Kazakhstan, and Ara Studios. Ara Studios. Salam, Kazakhstan, Ara Studios. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. And please take care of your health. Yeah. We need you.
Yeah, shake hands nowadays. I get all my vaccinations. I'm not afraid. I'm not afraid. And hug. Great. I go back to today, tomorrow. We are leaving tomorrow, morning. Enjoy one last bit of Amsterdam. We have a lot of fun here. Thank you for making this happen. Okay. See you maybe next time. Right? See you soon. We will send other guys, hopefully. So bye-bye. Bye-bye. For the final word, I want to thank Blender team and Blender community and everything. Thank you. I would say if there weren't the Blender community, we wouldn't be standing here. And what I love about this community is we're like family. Like I yesterday felt that. Like I never saw any of your face, but I know you somehow from the internet or from your work, and we're like family members to each other. It's so approachable and nice, you know. I don't know. Since this was my first Blender conference, it was really kind of emotional to me also. It was really a great experience, and seeing the person you adore or person you respect in the real life, it means a lot more than just online likes or tweets. It's like you're connected with the souls because we're all in this together. Like we all believe that Blender can be used to free the artist's freedom. Like it's used to free the artist's opportunity or skills. Yeah, I should say. So thank you Blender, and thank you everyone that worked on Blender, and thank you for those who shares their work using Blender. And we learned a lot by looking at your works, and that's it. That was my talk, and contact us if you are interested. Yeah. Thank you. Yeah. Қазақстанда анимация нарығын кеңден дамытып, дүниеге негізі қоғамды жақсылыққа тәрбиелейтін осы қазағымыздың жалпы қазақстандық балалар, одан қоса әлемдегі балаларды жақсы құндылықтарға тәрбиелейтін дүниелер шығарымыз келеді. Ол мейлі жаңағы 3+ болсын, мейлі 6+, 12+, мүмкіндігінше адамзатқа пайдасы тиетін, адам көрген кезде ойына бір көңіліне жақсы ой түйетін, алдына бір жақсы мақсат қоятын, немесе ең болмаса соны көрген кезде бір шабыттанып, өзінің өмірін жақсы жаққа өзгерткісі келетіндей бір әсер алатын дүниелер жасауымыз келеді. Бұл әлі біздің шыңымыз емес деп ойлаймын. Яғни шырақ, bcon бұл үлкен бір мақсатқа апарар жолдағы бір баспалдақ деп түсінемін өзім. Әрине көңіл толады, бірақ біздің әлі өсетін деңгейіміз алда, алар асуларымыз жететін, бағындыратын мақсаттарымыз әлі өте көп. Сол себепті бұл бір сол мақсатқа апарар жолдағы бір баспалдақ, бір этап, орындалған бір мақсат деп қана білеміз.